Сәлем достар, сендермен бүгін мен Бейбарыс. Достар, бүгін біз қалай атқа отыру керек екенін үйренетін боламыз. Ендеше кет. Ең алдымен достар, бізге ол үшін аттың жұмыртқасынан өстіп атты шығарып аламыз. Және оның қасына келіп отырып аламыз үстіне. Ол сізге қайтадан не істеп жүрсе, шақырып тамақ бересіз. Ойбай, кешіңіздер. Тамақ бересіз. Аттан отырып алыстыр. Сөзі сіздерге жүрек шығу керек. Міне жүрек шықты. Енді ол сізге бағынады. Енді сізге ер тоқымды және сыртынан сауыт кигізесіз. Міне достар, дайын. Осылай міне атты шабады. Қайтып секіреткен көрсетейін. Міне достар, қатты секіреткен. Міне достар, алдыңғы бөлімде мен жылқыларға үй салған болады. Үй деппін ғой. Қора салған болатын. Міне мен қасында досым Айдын. Қалайсыңдар? Менің подписчиктеріме бірден айтып жіберін. Бейбарысқа подписаться етіңіздер. Лайк басыңыздар. Міне достар, мен досым құттықтау осындай. Достар, мына жерден мен алдыңғы видеода жылқыларға арналған жүгіру алаңын салған болатын. Достар, жүгіреміз. Тест жасап жүрек. Достар, сіздер мысалы жылқының жұмыртқасын таппасаңыздар, сіздер оны жай даладан кең жерден тауып алсаңыздар болады. Және де оның қасына келіп отырып аласыздар да, және ол сізге жүрек шықса, сізге бағынады деген сөз. Сол үшін оған қайттан ер тоқымды қойып, сөйтіп отырып аласыздар да, мына бір тетікті бассаңыздар, қатты секіреді. Міне достар, осылай. Бүгінгі видео осы. Ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Аман сау болыңыздар достар.